Сәлем қыздар, бүгін мен топырақтың құрамы жайлы айта кетейін. Қазір қайсысынан қаншалықты қосатын мөлшерін бәрін көрсетем. Мынау керавитаның топырағы, құрамында биогумус бар, перлит бар, сосын жаңағы не бар, торф бар. Ал мынау перлит. Бұл перлит артық суды өзіне қарай сорып алады да, тамыр шіріп кетпейді. Сол үшін арналған. Ал мынау торф деген торф деп жазылып тұр. Бұл гүлдің тамырын жақсы дамуына, әсіресе атростықтар дегенбіз, осы кезде тез тамыры жақсы дамып өседі. Соған жақсы. Мынау мохсвагум деген дыңғылдықты ұзақ уақыт ұстап тұрады. Ішінде осындай болады. Бұл да өте жақсы, аз құрамда қосамыз, қазір көрсетемін. Мына топырақтың құрамы жайлы айта кетейін. Мынау универсальный топырақ. Мынау перлит. Перлит гүлге су құясыздар, сол кезде артық су құйылса, оны өзіне қарай сіңіріп алады да, жаймен қайтадан тамырға беріп жатады. Сонда гүлдің тамыры шіріп кетпейді. Ал мынау торф гүлдің тамыр дамуына жақсы әсерін береді. Мынау кара, мынау мох, мынау угіль дейміз. Бұл гүлдің тамыры ауырса, сынса, сондай кезде жақсы көмектеседі. Осының бәрін араластырамыз, жақсылап. Мынадан аз мөлшерде салу керек та, ал универсальный топырақтан көп мөлшерде салу керек біз. Жақсылап араластырамын. Осындай топыраққа егілсе, гүлдеріңіз ары қарай тамыр шірмейді, артық суын ағып кетеді. Тез өсетін болады. Міне осы топырақ болды.